Сәлем достар, сендермен бірге блог арнасы. Менің есімім Айлин. Достар, мен бүгін Токабокода ашылған жаңа жерге баратын боламын. Ол жақтағы барлық қызықтарды көретін боламын. Менімен бірге болыңыздар достар, қызықтан қалып кетпеңіздер. Маған лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Ендеше кеттік, Токабокода жаңадан ашылған жерге бірге барайық. Сендер Токабокода ашылған жаңа жерге барып үлгердіңдер ме достар? Ендеше мен кеттім. Бұл осы жердің бірінші этажы. Мына жер өте әдемі екен, мына жерде сатушы тұр. Мен ана тағамдарды қатты жегім келіп тұр. Сәлеметсіз бе? Маған анау тұрған бургерді беріңізші. Рахмет. Дәмі өте дәмді екен. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Мына жерде демалатын жер бар екен. Мына жерді қараңдар, мысық тұр. Өте сүйкімді мысық екен, бірақ сәл ашулы көрінеді. Жарайды, жауып қояйын. Ал қызық, мына есікте не бар екен, мені қызықтырып тұр. Қане көрейін. Бұл жерде киімдер, ал мына жерде, саламатсыз ба? Мына жерде жарық тұр. Меніңше бұл жер кино студия ма? Кино түсіретін жер сияқты. Достар, сендер қалай ойлайсыңдар, сондай ма? Жақсы. Өте жақсы. Жарайды, онда екінші этажға барайық. Екінші этажда бізді қандай қызықтар күтіп тұрғанын бірге көрейік, достар. Міне екінші этажға да келдім. Мына жерде қараңдар, әдемі робот тұр, және де костюмдер тұр. Кімге арналған костюмдер екенін мен біліп тұрған сияқтымын. Қараңдар, әдемі костюмдер тұр. Меніңше бұл жер кино, фильм түсіретін жер, және соған арналған костюмдер арнайы. Костюмдер өте әдемі екен. Рахмет. Маған қатты ұнап тұр. Әсіресе мына костюм қатты ұнады. Жақсы, енді келесі жерге барайық. Не бар екен? Қараңдар. Мына жерде мынандай заттар бар екен. Ғарышқа арналған ба? Бұл құрал жабдықтар екен. Яғни осы түсірілімге қажетті құрал жабдықтар. Барлығы түсінікті. Бұл жақта барлық керекті құрал жарақтар бар. Достар, қараңдар, мен бір ғарышта отырған сияқты өзімді сезініп тұрмын. Қызық, мына жерде не болып жатыр? Достар, бұл жерде түсірілім болып жатыр екен. Кешіріңіздер егер, айып етпеңіздер. Қараңдар, достар, мына жерде жарық тұр. Бұл жарықтар түсірілімге өте қажетті. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қандай кино түсіріліп жатсыздар? Ол әзірше құпия, жуырда көре жатарсыздар. Маған қызық болып тұр. Қараңдар, достар. Қараңдар, достар, өте әдемі екен. Қандай түсірілім болып жатқаны маған да қызық, бірақ жуырда көретін боламыз. Ал мынау кнопкалар не екен? Қараңдар, достар, мына жерде барлық музыка, ән, соларды қосатын жерлер. Мен мыналарды басқым келіп тұр. Кәне? Мияқта бұлт пайда болды, күн пайда болды, ғарыш пайда болды. Ал мына екіншісін бассам, уже қай жерде тұрғаны пайда болады екен. Қала, ғарыш, планета. Ал астында орындар, жер. Қараңдар, ғарыш жері. Мынау бір үйде тұрғандай. Қызық екен, е? Ал мынау не? Ауа райында істеуге болады екен, мезгілді де істеуге болады екен. Жарық, түн, таң секілді. Барлық құралдар бар екен. Тамаша. Ал бұл қыз бұл жерде ән қойып отырады. Жұмысыңызға сәттілік. Рахмет.
Бұл жерде музыка қойылады екен. Жақсы, мен енді 3-ші этажға барайын. Істеріңізге сәттілік. Сау болыңыздар. Сау бол. Ал достар, кеттік 3-ші этажға. Мінекей 3-ші этажға да келдік. Мына жерде күшік отыр екен. Мына бәліштің түрін қарашы, өте әдемі көрінеді. Өте әдемі екен. Өте әдемі күшік екен. Достар, маған бұл жаңа жер өте қатты ұнап жатыр. Сендерге де ұнады ма? Мына жерде түсірілім болып жатқан сияқты. Мен оларға кедергі жасамай сырттарынан қарап тұрайын. Үзіліс болды. Қараңдар достар. Өте әдемі жер екен, я? Өте әдемі. Мәссаған, мына жерде қар жауып тұрған секілді. Вау! Өте қызық, бірлестен бола салды, я? Қараңдар, жаңа жылдық безендірулер өте әдемі екен. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Оқасы жоқ. Жұмыстарыңызға сәттілік, өте қызықты және өте әдемі түсірілім болып жатыр. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Рахмет. Достар, сендерді де келе жатқан жаңа жылдармен құттықтаймын. Рахмет, сізді де құттықтаймыз. Біздің сізге ұжымның артынан сыйлығымыз бар. Мінекей, алыңыз. Рахмет, өте әдемі гүл екен. Көп рахмет. Достар, осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сендерге қалай осы жер ұнады ма? Менімен бірге аралаған қалай қызық болды ма? Комментарияға жазып кетіңдер. Және келесіде тағы да өте қызықты бөлімдер шығады. Жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.